Сот саласындағы әрбір реформа азаматтардың құқығы мен бостандықтарын қорғауға және сот ісін жүргізудің ашықтығын, әділдігін және тиімділігін арттыруға бағытталған. Ең маңызды жаңалықтардың бірі Қазақстан Республикасы жоғарғы сотынан бөлінген кассациялық соттардың ашылуы. Кассациялық соттардың құрылуы және олардың 2025 жылдың 1 шілдесінен бастап жұмыс істеуі мемлекеттік маңызы бар мәселе. Қазақстан Республикасындағы кассациялық сот кассациялық іс жүргізу тәртібімен заңды күшіне енген сот актілерін қайта қарауды қамтамасыз ете отырып, сот төрелігі жүйесінде шешуші рөл атқарады. Кассациялық соттың негізгі міндеті төмен тұрған сатыдағы соттардың жіберген қателіктерін түзеу және елдің барлық аумағында заңдардың біркелкі қолданылуын қамтамасыз ету. Кассациялық соттардың тараптардың шағымдары бойынша апелляциялық сатыдағы соттардың күшіне енген шешімдерін қайта қарайды. Олардың міндеті материалдық және іс жүргізу құқығының нормаларын қолданылудың дұрыстығын тексеру, сот қателіктерін және жою және құқық қолданудың біркелкін қамтамасыз ету. Кассациялық соттар жоғарғы соттың құрамына кірмейді, дербес соттар. Олар үлкен тәжірибесі бар, ең білікті судьялардан құрылады. Бұл істерді қарау сапасын арттырады. Шағымдардың неғұрлым әділ, тәуелсіз және кәсіби негізінде қаралудың арқасында азаматтардың жалпы сот жүйесіне деген сенімін арттырады. Кассациялық соттардың ашылуы Қазақстанның сот жүйесін нығайтудағы маңызды қадам. Бұл мемлекеттің халықаралық сот төрелігі стандарттарына жақындауға және өз азаматтары үшін шынымен қолжетімді, тиімді және әділ сот қорғауын құруға деген ұмтылысын көрсетеді.